Әлеуметтік желілерде ер адамның өз отбасына қарсы қатыгездік көрсеткен сәті бейнеленген видео кеңінен тарады. Бейнежазбада мас күйіндегі азаматтың әйелін және кішкентай қызын ұрып соғып жатқаны анық көрінеді. Бұл оқиға қоғамда үлкен ашу, ыза мен алаңдаушылық тудырды. Оқиғаның Талдықорған қаласында болғаны белгілі болды. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, ер адам алкогольдік ішімдік ішкеннен кейін үй ішінде жанжал шығарып әйелімен сөзге келген. Жанжал барысында ол өзін ұстай алмай алдымен әйеліне қол көтерген, кейін 3 жасар қызын да ұрып соққан. Куәгерлердің айтуынша, баланың жылаған дауысы бүкіл үйді басына көтерген. Соққы салдарынан анасы мен кішкентай баласы ауыр жарақаттар алып, жедел жәрдем қызметі арқылы медициналық мекемеге жеткізілген. Дәрігерлер олардың жағдайын орташа ауыр және ауыр деп бағалаған. Қазіргі таңда екеуі де ауруханада ем қабылдап жатыр. Қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Зардап шеккен әйелдің айтуынша, күйеуі бұрында бірнеше рет агрессия көрсеткен. Алайда бұл жолы оның әрекеті шектен шыққан. Оның сөзінше, оқиға болған күні күйеуі мас болып келген және себепсіз ұрып соға бастаған. Әйел баласын қорғауға тырысқанымен, ер адам оны да, баланы да аямаған. Бұл жағдайдың бейнежазбасы белгісіз адамдар арқылы интернетке жарияланып, қысқа уақыт ішінде мыңдаған қаралым жинады. Желі қолданушылары бұл оқиғаға бейжай қарамай, кінәліні қатаң жазаға тартуды талап етті. Көпшілік пікірлерде мұндай қатыгездіктің адамшылыққа жатпайтыны, әсіресе кішкентай балаға қол көтеру ауыр қылмыс екені жазылды. Оқиға туралы хабар құқық қорғау органдарына кешкі уақытта түскен. Шақырту түскен бойда полиция қызметкерлері жедел түрде оқиға орнына барған. Тексеру барысында 3 жасар баланың денесінде зорлық-зомбылық белгілері бар жарақаттар анықталған. Осыдан кейін күдікті ер адам дереу ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталды. Күдіктінің әрекетіне құқықтық баға беру үшін сот медициналық сараптама тағайындалды. Сонымен қатар жәбірленушілерден жауап алынып, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Қазіргі таңда тергеу органдары оқиғаның қалай және қандай жағдайда болғанын, күдіктінің бұрын мұндай әрекеттерге бармағанын анықтап жатыр. Қажетті процессуалдық шаралар жүргізіліп, істің мән-жайы жан-жақты тексерілуде. Тергеу барысы құзырлы орган басшылығының жеке бақылауына алынғаны хабарланды. Бұл оқиға отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесінің қоғамда әлі де өткір тұрғанын көрсетті. Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайларда үндемей қалу қылмыстың жалғасуына жол ашу деген сөз. Сондықтан да көршілері, туыстары немесе куә болған адамдар дер кезінде тиісті органдарға хабар беру керек. Қоғам белсенділері мұндай оқиғаларға қатысты жазаны күшейту қажеттігін алға тартып отыр. Әсіресе кәмелетке толмаған балаға қол көтеру кешірілмейтін әрекет екенін айтады. Баланың психологиялық жарақаты өмір бойы сақталуы мүмкін екені де ескертілуде. Қазіргі таңда ана мен бала дәрігерлердің тұрақты бақылауында. Олардың денсаулығына байланысты нақты ақпарат кейінірек белгілі болады. Ал күдікті азаматтың тағдырын сот шешеді. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыз және өз ойыңызды пікірге міндетті түрде жаза кетіңіз.